Мен кеш батып кетті. Менің ұйқы режимім масқара ауысып кете салды ма дедім ғой. Түсте ұйықтаймын, кешке оянамын, мынадай ё-моё. Мына грядканың барлығында біздерге бүгін итаки жинау керек. Мен мына грядканы жинап уже шаршап кеттім, ё-моё. Білмеймін неге менің ұйқы режимім ауысып кеткенін. Оны дұрыстаудың өзі де проблема ғой. Так, мақұл бұйырғаны болар. Видео түсірмегелі. Так, жоқ, мен кеше видео салдым ғой YouTube каналға. Дой, кеше масқара күнісі қайта бүгін дұрысталып қалды достар. Сөйтіп біз қайттан мен видео басып вообще сәлемдеспеппін да ғой. Хей, балтаңа жалын сәлем достар. Сендермен бірге бұл мен Ринат Чотам. Қалайсыңдар достар? Давайте видео басамыз каналға тіркеліп кетейікші достар. Все, рахмет. Тіркелсеңіздер рахмет, тіркелмесеңіздер де тіркелесіңіздер сен достар. Так қойсың ғой, короче, мынау жүйде не тұр? Ринат, кешір, Wi-Fi-да отырмын. Wi-Fi-да отырсың ба? Ой, ой, үйге кірген жоқсың ба? Жоқ. Кірмесең болыпты онда. Так, біздер грядканы бір грядканы жинап болдық. Екінші грядкаларға кете берді. Мына жақта жетелдерің әлі әңгімейіп тұр ғой. Сағат 9:30 болды. Жетелдер неғып отырсыңдар, ұйықтамайсыңдар ма? Бізде ұйықтамау деген нәрсе сән ғой, сән. Мақұл. Жетелдер не ма? Чотам. Чотам бүгін көшеден көрінбедің ғой. Или түгі көбелек болып кеттік ба? Сендер қалай прикол сейсіңдер маған? Түнгі көбелек болған. Жоқ, просто ұйқы режим ауысып кетті, жеги. Жарайды. Солай, короче, мен қазір грядканы жинай берейін, әңгімелерін айта бердім, сосын қосылам аха. Все, семір. Все. Достар, короче, барлықтарыңызға рахмет. Кім ана тіркеліп жатыр, ал кім тіркелмеді, әлі де кеш емес достар. Астында тұрған қызыл подписаться деген кнопканы басыңыздар, мені қуантыңыздар, үлдемен бүлдеге ораңыздар деп қоясы, короче. Так, сәбіздер жек көріп, сәбізді екпей қоямайдың. Осы болды, бір келесі өскен сәбіз бір жинаймын, одан кейін вообще сәбіз екпеймін. Мен сәбіз ұнатпаймын достар, сендер ұнатасыңдар ма? Жазып кетіңдерші комментарияға. Так, мынақа чисто картошка керек тастаймыз біздер. Осылай түнде жұмыс істеп бәле қылдық қой біздерде. Все, грядканың барлығын обновляться етіп болдық. Все, енді мыналардың барлығын саны әлі тұр ма? Жоқ, жерде кетіп қалыпты, ұйықтаймын деді ойын походу. Так, грядканың бәрін жинап тастайық. Все, жетелдермен барып әңгіме айтып қайтайын мен. Жетелдер, қаяқтасыңдар? Жетелдер деп қоясыз. Короче, что там жеги не отыр мына Ринат, ойшы біз ертең неге орайын деп отырып, бассейнге барасың ба сен? Бассейнге дейсіңдер ма? Мен бассейнге барғанда жоқ, жеги. Мен қазір түні бойы жүремін да ұйықтаймын. Сен қуасың ба? Ертең оятамыз. Оятқанда по-любому тұрмаймын мен. Өзің көресің ғой оны. Все, көресек көреміз. Так, в общем, түнде несі көл жаққа барып қайтсам бекен, Қуасың ба? Түнде көлге баруға болмайды ғой. Не үшін болмайды? Қазақтар шомылмайды ғой түнде суға. Бірақ ол да бар, Или балыққа шығайын ба деп қоямын. Оны көресің өшім. Все, жеги, давайте онда. Все, давай. Достар, короче, креативім бар, маған бәрібір шықсам, мен шығам десем, любой жаққа шыға салам негізі. Так, короче, битик. Мен бір транспорт жалдайын болмаса. Мотоцикл. Так, мотоциклға отырайық. Так, опа, все, кеттік. Мотоциклмен біздер көл жаққа барып, балық ауламасақ, достар, мен что-то білмеймін не істейтінімді. Так, ойбай. Ё-моё, давай, ты сможешь, Ринат, қума. Ойбай! Мотоциклым, жоқ. Құлама, еба, тура кіргенсі ғой. Так, не, отырамайыз да не? Так. Все, осы жақта тұра берсін. Так, біздерге өзімізге бір жылы орын, бір нормальный орын тауып. Как раз? Әдемі достар, әдемі. Так, факел, ойбай, ондай жаман сөз достар. Просто факел дегені осындай. Так, осылай өзіміздің тұрған жерімізді бір жап-жарық қылып қояйық. Өте керемет қылып. Опа, все. Жап-жарық болды деген, ойдамын. Енді біздерге бұяққа бір өте кереметтей бір отдыхқа керекті. Өзімізді палатканы, мен походу осақта қона салам, өйткені мен таңға дейін по-любому ұйықтамаймын. Так, не бар біздерде?
Так, достар, короче, біздер өзіміздің палаткаларымызды алып алайық. Мына орындық, жататын. Так, в общем, барлық нәрсені алып алайық та, мына ше. И так. Все ма? Болды ма? Походу болды. И так, құра берейік мына. Так, палатка. Так, мынандай. И мына бір отыратын. Ну, 8 аяқ жүр ғой мына. Так, енді. Құре. Пүйт, тарт. Пүйт, ё-моё. Мен не екенін білмей қалдым просто, достар. Анау жаман нәрсе негізі. Так, все. Барлық нәрсені біздер мына дайындап қойдық деген ойдамын. Басқа ештеңе керегі жоқ па? Так. Тоқта, былай и былай. Все. Енді біздерге, ё-моё. Анаң аты қалай еді біздерде? Шағады ұмытып қалдым. Костер! Костер! Тауып алғансың қатын, ема. Все, достар, костер дайын. Енді біздерге удочка. Уху! Біз балығымызды аулаймыз. Бұл Ринаттың соңғы отқан кезеді. Соңғы минуттар, соңғы сағаттар. Ертеңгі күні детельдер оны таппай қалды. Жеке дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Онда кете берейікпіз. Ринат оянтаймыз ба не? Онда білмеймін. Короче, білмеймін. Бір білем. Қалай, короче. О, Ринатсақ, бара бекші қосын. Мақыл болмаса сөйтейікші. Кеттік. Так, короче, шағымаш. Ринатқа бір... Ринат! Что-то Ринат жоқ сияқты, я? Онда кете берейік. Тұрын, қотақс. Бопты Ринаттың өзі онда көре береді ол, біз кеттік. Все, кеттік. Не болып жатыр нақты. Бос, кімсің? Тыңдаш. Босат мені. Сен Ринат деген сен емессің ба, я? Менмін, не болды? Тауыппын ғой мен сені. Сенің кесіріңнен мен ауылдан қуылдым. Не үшін ауылдан қуылдың сен? Кімсің сен? Мен танымайсың ба? Мен бұрын YouTube House-тағы жеңделмін. Сол ауылдың бұрын мэрі болғанмын. YouTube House? Сен, мен не істеп қойдым саған? Сен видео түсірем деп менің үйімді жарып қайта істемей оғансың. Сөйтіп Тейлендер мені ауылдан қуып жіберді, мені сатқын деп. Сол кезде маған жала жабылған білесің ба сен? Бауырым, ештеңе таста біліп тұрған жоқпын, оған уже 1 жыл өтіп кетті ғой. Давай, помириться етейік, короче, достасайық құрсын. Ешқандай достасу керек емес маған. Сені қазір өлтіріп жеймін. Мен осы 1 жыл бойы орманда өмір сүріп келдім. Мен адамның да, малдың да, шошқанның етін жеп көрдім. Бауырым, не, сен қуасың ба, педофил өткізсің ба? Бауырым, босатшы мені. Так, короче, жетелердің барлығы қалада қалып қалды. Мен отырмын үйде, үйге қайтып бара жатырмын. Ринатқа бар еді, Ринат осы түнде как раз шош еді ғой. Ринат бауырым, қаяқтасың, Ринат бауырым. Так. Ринат, тук. Ринат. Тук. Ринат. Так, есігі баса салайықшы. Чего? Ринат қаяқта? Ринат что-то қаяқта көрмейді ғой. Ринат?
Жетел, Ринатты көрдің ба? Әй, жоқ, көрген жоқпын. Қаяққа кетіп қалуы мүмкін? Байо, қаяққа жоғалып кетті ғой, телефонын да көтермейді. Так, көл жақты бір барып қайтпасам. Так. Жақты да жоқ. Бұғай жоқ. Так, даяқты. Кешегі Ринатты балық аулайын деп еді ғой айтпақшы. Ма, даяқта да жоқ па? Ринат! Даяқта да жоқ. Ринат қаяққа кетіп қалды сонда? Блин, Ринат жоғалтпадық па не? Так, бір іздеп қойдық. Креатив қосып алдым. Так. Так, короче, нақта. Не болатыр? Біреудің дауысы шығып жатыр ғой. Мынау не? 5 минутта сені өлтірдім. Братан, өтініш емеші. Үйме қайташы, мен болды ештеңе істемеймін. Тану, нақта не болып жатыр? Мына не шешем болады менде? Ё-майо, мына. Так, автомат. Ринатқа тезірек барып көмектесу керек біздерге. Автомат. Бірақ пистолет соймаймын мен нақта. Так. Паң. Всё. Кет, Ринат, қаш. Жетел, рахмет, ебать. Оғаш жоқ. Анау кәдімгі мен сәл болмағанды өлтірейін деп қалды. Менің есігім қаяқта негізі? Есігіңді байқамай сылар жерім бағана. Мақұл, рахмет не болса да. Сен не креатив сатып алғансың ба? Сатып алдым ба? База жоқ, екеумізде ғана креатив бар енді. Анау мен сәл болмағанды өлтірейін деп қалды. Пистолет, сен пистолет аталасың ба? Пистолет соғапсың ғой. Сен үшін аттым ғой. Рахмет онда. Так, достар, мен ұрлап кетті. Мен бүгін түнде ұйықтаймын. Все, Жетел, давай. Достар, бәрін давайте, мен ташладым, ұйықтаймын.